соңғы өлетін кездерінде пайғамбар мен Аллах Тағала өзінің бір қолына екі таңдау беріпті дейді да, екі нәрсені. Сонда айтады, не Аллахтың алдындағы нәрсені таңдайсың, немесе осы дүниенің рахатын, ләззатын аласың, біреуін таңдайсың. Сонда пайғамбарымыз не дейді? Ол құл дейді, ол құл. Не Аллахтың қасындағы нәрсені таңдады дейді да. Сонда Абу Бәкір радиаллаху анху Расулулла, әке шешеміз сіздің жолыңызда құрбан болсын дейді. Бәкір радиаллаху анху түсініп қояды да сол хадисті, кім туралы айтып жатқан. Расулullah айтады, я Абу Бәкір тоқтат дейді. Кейін айтады, маған дейді адамдардың ішінен ең жақын болған мал дүниесімен, өзінің жанымен Бәкір радиаллаху анху дейді да. Егер мен дейді исламда біреуді дос тұтқанымда, мен Абу Бәкірді не халил, яғни халил деген нәрсе бұл не, садиқ деген нәрседен қаттырақ жақсы көрмес бұл. Соны не Абу Бәкірді сондай халил қылып алар ем дейді. Бірақ не исламдық бауырмашылық қалды дейді. Бірақ не егер мен дос тұтқанда Абу Бәкірді тұтатын едім. Сонда Абу Бәкір басқа бір сахаба айтады, біздің ішімізде Абу Бәкір радиаллаху анху білімдеді дейді да. Сонда хадисте пайғамбарымыз өзі туралы айтып жатыр да. Аллах Тағала пайғамбарымыз не таңдау берген. Не бұл дүниенің ләззатын аласың, немесе не Аллахтың өзінің қасындағы, жады Аллахтың қасындағы нені. Басқа бір хадисте білесіз, Омар радиаллаху анху не пайғамбарымызға кірсе, пайғамбарымыз ішіне неде жатады? Төсекте. Ши деген қалай, қамыс сияқты нәрседен төсек. Сонда Абу Бәкір көріп, пайғамбарымыз арқасынан мынандай іздері қатып қалғанда, сонда пайғамбарымыз іздеп түскен, бірақ Омар көріп не қылады, жылайды, я Расулулла дейді, сіз дейді мынау Рим, сол сияқты бір не сондай таққа ие болуға лайықтысыз дейді, сондай патша болу. Жоқ дейді, біздер үшін бұл дүние не, біздер үшін не ақыретте рахат дейді. А бұл дүние олар үшін рахат дейді. Көрді, жалпы не бұл дүниеге мынандай мәңгі қалатын көз қараспен қарамау керек та, бұл дүниеде әшейін бір жолаушы өтіп кететін. Ешқандай мәңгі қалмайды да, сол үшін анау бір Жами деген кісі. Ол кісі айтады, бір ғалым кісінің сөзін келтіреді да, қараңыз. Егер бұл дүние дейді, таусылып қалатын алтын болса дейді, таусылып қалатын. Ал ақырет таусылмайтын, анау балшықтан жасалған құмыра, сондай заттар болса дейді. Сонда ақылды адам қайсыны таңдайды? Таусылып қалатын алтынды таңдамайды, не мәңгі қалатын құмыра, сондай ыдыстар. Ал енді бұл кісі айтады, қараңыз дейді, ақырет дейді, негізіне таусылмайтын алтын дейді. Ал бұл дүние балшықтан жасалған әшейін алтында, ол адам не соған аман дейді, ешкім мәңгі қалмайды. Пайғамбарымыз хадисте не дейді, менен кейін дейді, 100 жылдан кейін жер бетіндегі адамдардың бәріне өледі дейді. То есть, яғни өзі сол уақытта айтып қойған, мен қазіргі өмір сүріп жатқан адам ешкім мәңгі өмір сүре алмайды да. Бәрі өледі. Өзінің кезінде. Сондықтан жалпы не бұл дүние уақытша нәрсе.